Қазақстанның халық ақыны, айтыскер, әрі эпик жыршы, жырау Нұрпейіс Байгайынның 160 жылдығына орай «Жыр жұлдызы Нұрпейіс» атты әдеби сағатымызға қош келдіңіздер. Нұрпейіс Байгайын халық ақыны, жырау. Қазіргі Ақтөбе облысы Байгайын ауданында 1860 жылы дүниеге келген. Ол ақындық өнерде ең алғаш анасынан үйренген. 16-17 жастан ақ бала жыршы атанады. Кейіннен Абыл, Шернияз, Қашаған, Қазақбай, Сабыр тәрізді белгілі ақындардан үлгі алып, бірқатарымен айтысқа түседі. Батырлық жырларды үйренеді. Нұрпейіс Байгайын негізінен батырлықты, адамгершілік пен адалдықты, әділдік пен ізгілікті дәріптейтін, халық сүйіп тыңдайтын Құбығыл, Қобыланды, Ертарғын, Алпамыс, Қыз жібек, Айман Шолпан сияқты жыр дастандарын жырлаған ақын. Үкілі домбырам, өзіңменен мұңдасам, елестер жан бабам, күйіңді тыңдасам деп ақындар жырлағандай, алдарыңызға музыка мектебінің домбыра үйірмесінің оқушылары Нұржанқызы Сымбат орындауында сыпыра жыраудың термесі.
160 жылдық мерейтойы тек ақынның ғана емес, ол көз жұмғанша қызмет еткен ақындықтың, жыраулықтың, жыршылық өнерінің тойы. Енді кезекті кітапханамыздың тұрақты оқырмандары, нөмірі 5 гимназияның оқушылары Мұхамбеда Ақпаны мен Бақтыбай Ағерке ақынның нақыл термесінен үзінді болды. Нұрпейіс Байғанин, нақыл терме. Жақсы болса бір адам, отанды елге бас болар, бас болса да бәс болар. Кей жаманға бақ қонар, бақ қонған соң мас болар. Ауыл үймен қас болар, жалғыздықтың белгісі, сөйлер сөзге мат болар. Ер басынан бас кетсе, жанындай досы жат болар. Ақылды қарттан ал үлгі, қарттың сөзі хат болар. Кей жаманның жауабы адамға қайғы дақ болар. Жолдас болса жақсымен, азамат көңілі шат болар. Нұрпейіс Байғанин, нақыл терме. Білікті туған адамның әңгімесі сол болар, берекет сонда мол болар. Көп жаманның ішінде білікті адам қор болар, ағайынның жаманы қазылып жатқан ор болар. Шырмаған шынжыр тор болар, инабатсыз ағайын жігітке кесе сор болар. Бірін-бірі сақтаған білікті адам сор болар, ынтымақта ел тұрса, берекет халықта мол болар. Ақынға арналған әдеби кешіміздің соңын ақынның Қыран құс өлеңін оқитын кітапханамыздың жас маманы Жаханова Ақжарқын. Нұрпейіс Байғанин, Қыран құс. Қылшылдаған қылыштай қиып түсер шағымыз, құйылған берік құрыштай толып тұрған шағымыз, басымызға бақ дәулет қонып тұрған шағымыз, өріс тола малымыз, балғын тола балымыз. Кенге тола тауымыз, гүлге тола бағымыз, қапқа тола дәніміз, қару тола бойымыз, қап тауындай әліміз, қайыспайды болаттай, жаудан сынбас сағымыз. 25-ке келгенде қыран құстай тіледік, жасымыз бен кәріміз.